Мен өзім медресені 2000-да оқыдым ғой. 2000-да оқыдым. Мен қазірде де ұстазыммен хабарласып тұрам. Түркістанда Абдымалик деген кісі. Мысалы, мен өзім Түркияда тұрдым 5 жыл. Алдында бір мотоциклімді ұрлап кетті есіктің алдынан. Барып өтініш жазуға бардым да ана жаққа. Полицейскийлер отыр, әңгімелесеміз, бауырың сияқты. Соң ақшам намаз кіріп қалды, кеттік барып, бәріміз намаз оқыдық. Енді олардың ровд-сының ішінде жүріп қой. Сөйлесіп отырсам, бәрі медреседен шыққан балдар екен да. Соны таң қалдым да, сенімен қарым-қатынас, ұрлап кетті ме? Алла саған жеңілдігін берсін. Мына жаз, не істейік, қалай істейік, видеосы бар ма деп. Кәдімгі сенімен жан ашиды да. Соны түбінде медресе көрген балдар екенін көрініп тұрды, сөйлескеннен кейін ар жағын. Бұл балдар да сөйтіп өседі ғой. Әкім болса да, ол түбінде медреседен шыққан баланың әңгімесі бөлек болады екен вообще. Сол сияқты бұл жерде 1000 бала 1000 жақты алып кетеді да ертең. 1000 жерден келген кезде үлкен көмек болады. Біреу президент болуы мүмкін, біреу әкім болуы мүмкін, біреу бизнесмен, біреу имам, біреу үлкен қари, біреу үлкен ғалым болуы мүмкін. Бұл өте керемет нәрсе ғой бұл жер дейтін негізі. Енді әрбір жыл сайын 1000 түлектен шығарып отырса, ол бүкіл Қазақстанды алатын шәкірттер ғой.